Сәлеметсіздер ме? Менің атым Тектес Аян. Мен 2-ші сынып оқушымын. Өзімнің ғылыми жұмысымның қалай өткенін сіздерге көрсетейін. Олай болса жүріңіздер. Біз қазір мектептің жанындағы дүкенге барамыз. Оқушылар көбінесе қандай заттар сатып алады екен, соны білеміз. Оқушылар жиі келеді ме? Часто, да. Үш тағамдайтын жиі көп алады. Самса, кола и сухарики. Біз дүкеннен шықтық. Енді жаңағы заттардың зиян емесін ауруханадан білеміз. Сәлеметсіз. Бала тамақтануда қандай қателіктер жіберіледі? Для детей важно обязательно правильно завтракать. Завтрак должен ходить каши на основе круп, на основе молочных изделий. И должно содержаться правильная клетчатка, содержаться в еде достаточное количество углеводов, белков и жиров. Наши родители допускают ошибки, покупая, разрешая употреблять своим детям вредную пищу, такие как чипсы, сухарики, фастфуды, ту же самую картошку фри, запивать все это газированными напитками, колами, пепси и так далее. Біздің оқушылар көбінесе магазиннен кола, самса, сухарик алады екен. Сол жөнінде не айтасыз? Употреблять в пищу сухарики это вредно, особенно детям. В молодом возрасте данный продукт содержит много вредных веществ, такие как консерванты, красители, усилители вкуса, что на детский организм пагубно влияет. Также газированные напитки плохо влияют на усвоение полезных свойств другой остальной пищи, вымывает кальций, содержится высокое количество глюкозы, сахара в крови. Жаңағы зиянды үш заттың біреуіне тәжірибе жасаймыз. Ол бізде кола. Ол үшін мен 3 бос ыдысқа коланы құйып аламын. Ыдысқа мен алдымен бірінші тиын саламын, екіншісіне шұжық саламын, үшіншісіне жұмыртқаны саламын. Енді бір тәуліктен кейін нәтижені көреміз. Бір тәулік уақыт өтті, енді нәтижесін бірге көрейік. Бірінші жұмыртқаны алып көрейік. Біз салған жарты бөлігі қап-қара болып шыға келді. Тіпті өшіргенге кетпейді. Жұмыртқаның құрамы біздің тісіміздің құрамына ұқсас. Демек, коланың біздің тісімізге жаман әсері бар. Енді келесі шұжықты қарайық. Оның түсі қап-қара, иісі жағымсыз. Шұжықты езілетіп, жағымсыз иіс пайда болды. Келесі тиынды көрейік. Енді тиынды қарасаңыз, кешегі тиыннан гөрі тап-таза болып шыға келді. Бұл жерде түсінетініміз коланың адам ағзасына